көк аспандағы бәріне таныс сары шарға қарап, оның шынымен де не екені туралы сирек ойланамыз. Күн аспандағы сары шам емес, бұл галактика арқылы керемет жылдамдықпен зымырайтын ыстық плазманың адам айтқыз үлкен шар деп жазады. Сәлем, сіздермен бірге Сұлтан Спорт. Біз бүгін ғарыш, яғни күн туралы қызықты мәліметтер айтатын боламыз. Сонымен, күн туралы көпшілігі біле бермейтін таңғажайып деректерге тоқталсақ. Күн ең алдымен гелий мен сутегінен тұрады, және оның беті қатты емес. Күн өз осының айналасында айналады, және де экватордағы жұлдызды заттардың қабаттары полярлық аймақтарға қабаттары қарағанда 3-тен 1 есе жылдам айналады. Аспан әлемдегі басқа жұлдыздар секілді күннің де өз атмосферасы болады. Оның үстіндегі шегі Плутон орбитасында да алысқа кетеді. Күн массасы біз ойлағаннан да көп. Ол күн жүйесінің бүкіл массасының шамамен 99%-ын құрайды. Күннің ықпалдасуы жердің ықпалдасу дәрежесіне 20 есеге асып кетеді. Күннің жарығы күннен жерге дейін 8 минутта түседі. Күн ядросының температурасы шамамен 15 миллион градусты құрайды, ал оның бетіндегі температура шамамен 5,5 мың градусқа жетеді. Күннің болжал жасы 4-6,5 миллиард жыл. Сондай-ақ күн әлі 4-5 миллиард жыл өмір сүреді. Күннің магнитик өрісі жердің магнит өрісінен 2 есеге ғана күшті. Таңғаларлық, жерге қарағанда күнде су көп. Бұл тәріздес су молекулалары негізінен күн көзіндегі дақта және тарғабатта жұлдыздың бетіне шоғырланған. Күн сәулесі онымен бірге жүретін радиацияға байланысты өте қауіпті. Одан бөлінген зиян сәуле адамды өлтіріп жібереді. Бірақ жердің атмосферасы оны бұғаттайды. Ватикан бұған дейін жер күнді айналады деген ақиқатты жоққа шығарып келген болатын. Тек берде 1992 жылы ғана жердің шынымен де күннің айналасында айналатын ашық түрде мойындады. Жер күннің айналасында айналғандай, күнде құс жолының орталығында айналады. Галактика орталығының айналасындағы күннің айналу кезеңі шамамен 240 миллион жылдық құрайды. Күннен секундына 450 шақырым жылдамдықпен күн жері таралады. Күн әрбір секунд сайын 700 миллион тоннаға жуық өз затын күйдіреді. Шамамен 1 миллиард және 100 миллион жыл өткеннен кейін күннің жарықтығы 10%-ға артады. Ол бүкіл жер бетіндегі тіршіліктің жоғалуына әкеледі. Күн қызыл гигантқа айналғанда ол Меркурийді және мүмкін Венера, Жер және Марсты жұтып қояды. Ол 74%-ға сутегінен, 25%-ға дейін гелийден тұрады. Ал қалған 2%-ы оттегі, темір және никель. Жер мен күннің ара қашықтығы 400 миллион жыл километр. Жер мен күннің ара қашықтығы 446,6 миллион километр. Оның ішіне 1,3 миллион жер планетасы сыйып кетеді. Ол сары түсті деп ойлайтындар қателеседі. Шын мәнінде күн ақ түсті. Атмосфералық шашырау деп аталатын құбылыстың әсерінен оның түсі сары болып көрінеді. Күннің жасы 4 миллиард жыл. Астрономдар ол тағы 5 миллиард жыл өмір сүреді деп болжам жасады. Швецияның Кируна қаласында күн 24 сағат бойы жарқырап тұрады, ал қысқы мерзімде керісінше ол қала үнемі қараңғы болады. Бұл аспан денесінің диаметрі біздің планетадан 109 есе үлкен. Жер бетіндегі салмағы 50 килограмм адам күнде 1400 километр болады. Өйткені оның гравитациясы бізден 28 есе жоғары. Әрбір секунд сайын ол жұлдызда 700 миллиард тонна сутегі өртенеді. Біздің галактикадағы ең үлкен объект осы жұлдыз. Күннің сәулесі жерге 8 минуттың ішіне жетеді. Өз осін 25 тәулікте айналып шығады. Әрбір миллиард жыл сайын күннің жарығы 10 есе артып береді. Тағы 1 миллиард жылдан кейін жер бетінде су қалмайды. Ол 1 секундта 400 миллион тоннаға кішірейіп жатыр. Бірақ бұндай гигант үшін бұл көп емес. 4-5 миллиард жылдан соң қызыл гигантқа айналады. Сәулесінің радиациясы адамды өлімге әкеледі. Бақытқа орай біздің ғаламшардың атмосферасы одан сақтайды. Ядросының температурасы шамамен 15 миллион градус.
ежелгі заманда адамдар күн құдайын табынған. Егер күнге ұзақ уақыт қарап тұрсаңыз, көзіңіз күйіп қалуы әбден мүмкін. Күн жүйесінің құрылысы. Адамдар өзін, қоршаған әлемнің құрылысын, ондағы болып жатқан құбылыстар зерттеуге ежелден-ақ құмар болды. Көне замандағы әлем құрылысы туралы алғашқы түсініктер өте қарапайым және олар діни нанымдармен астасып жатты. Аспан мен жер бөлек қарастырылып, жер дүниенің қозғалмайтын орталығы ретінде қабылданды. Жердің бүкіл әлемнің орталығында орналасқан жөнінде қалыптасқан бұл көзқарасты ежелгі Грекия ғалымдар дүниенің геоцентрлік жүйесі негізін алды. Мәселен, біздің заманымыздың бұрынғы 4-ші ғасырда өмір сүрген ежелгі грек ойшылы ғалым Аристотель осы пікірді ұстанып, жерді қозғалмайды деп есептеді. Сол кездің өзінде-ақ айдың тұтылуы бойынша жүргізілген бақылаулар арқылы жер пішінінің шар тәрізді екені белгілі болды. Ол жердің қозғалуын аспандағы жұлдыздардың орнын ауыстыруын байқауға болар еді деген болжам айтты. Аристотель жер әлемінің табиғи орталығына болғандықтан ол ешқайда құлап кетпейді және барлық ауыр денелер осы центрге қарай ұмтылады деген пікірде болды. Аристотельдің мұндай түсіндірулері қазір көзқараспен қарағанда өте қарапайым болғанымен, сол кезең үшін әжептәуір жетістік еді. Біздің заманымыздағы 2-ші ғасырда өмір сүрген ежелгі грек ғалымы Александриялық Клавдий Птоломей өзінің өмір сүрген кейінгілерге жол салып кеткен Аристотель Гиппарх атты еңбектерін сүйене отырып, дүниенің жетілділігінен геоцентрлік жүйесін жасады. Ол дүниенің орталығына қозғалмайтын жерді қойды да, оны өзге шырақта айналып жүреді деді. Дүниеге геоцентрлік көзқарас астрономиядан 14 ғасырға жуық уақыт бойы үстемдік етті. Дегенмен планеталардың орналасу жөніндегі бақылау мәліметтері молайған сайын Птоломей тұжырымдары түзетуді енгізді қажет етті. Оны 16-шы ғасырда ұлы поляк ғалымы Николай Коперник жүзеге асырды. Кәдімгі жұлдыз. Сондықтан оны жалпылама зерттеу жұлдыздар табиғатын түсінуге көмектеседі. Ол күн жүйесіндегі орталық және ең орасан зор дене болып табылады. Күннің массасы жердің массасына 333 мың есе үлкен. Және басқа барлық планеталарды бірге алғандағы массадан 750 есе асып түседі. Күн өздігінен сәуле шығаратын зор энергия көзі. Ол күн жүйесіндегі барлық денелерге сәуле шашу арқылы күшті әсер етеді. Оларды қыздырады, планеталар атмосферасына әсер етеді. Жердегі тіршілікке қажетті жарық пен жылу береді. Барлық өсімдік пен жануарлар әлемнің өмір сүруіне қамтамасыз етеді. Күн энергиясының біраз бөлігі тас көмір, мұнай және басқа пайдалы қазбалар түрінде жер астында сақталған. Шар тәрізді күн бізге жарқыраған дөңгелек болып көрінеді. Радиусы күннің радиусы болып саналатын күннің көрінетін беті фотосфера деп аталады. Бұл радиус жердің 109 радиусына тең. Күннің көлемі жердің көлемінен 130 миллион есе артық. Күн бетіндегі физикалық тұрақтылық мәні жер бетіндегі 20 есеге артық. Барлық жұлдыздар сияқты күн қызған газ шары, негізінен ол гелий қоспасы бар сутектен тұрады. Күн затты қаттық иондалған, яғни атомдар өздерінің сыртқы электрондарын жоғалтқан және олармен бірге иондалған газының плазманың еркін бөлшектеріне айналған. Күн атмосферасының шартты түрде бірнеше қабаттарға бөлінеді. Атмосфераның қалыңдығы 200-300 км болатын ең терең қабаты фотосфера деп аталады. Одан күннің барлық жоқ энергиясы шығады. Сондықтан фотосфераның сыртқы қабаттарының температурасы 8000 К және 4000 ең қатты салқындайды. Бірақ атмосферадағы осы температура алдымен жайылып, сонда тез жоғарылай бастайды. Күн атмосфераның бұл аймағы хромосфера деп аталады. Оның температурасы ондаған және жүздеген кельвинге жетеді. Ол күннің толық тұтылуына сирек болатын сәттерінде айдың қара дөңгелегіне айналасында жарқыраған қызыл жиек түрінде көрінеді. Хромосферада жоғары күн радиусына арқалықта күн газдарының температурасы өзгермейді. Бұл сиретілген және ыстық қауық күн тәжі деп аталады. Соңғы мәліметтер бойынша күннің жасы 4 миллиард 600 миллион жыл болып, ол әлі де 8 миллиард жыл. Оның жарқырау немесе толық сәуле шығару қуаты осы уақыт аралығында айтарлықтай өзгерген жоқ. Сондықтан күн заттың ішкі энергиясының қоры әлі де миллиардтаған жылдарға жетуі тиіс.